Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой, деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің. Енді сертімді орындаймын, дейді. Жолаушы шырпыр болып жалынса да жылан көнбейді. Кенет оның көзі 30 жолаушыны шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес, деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой, дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде бізден не күтесің, деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар, деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап. 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда, сен не істей аласың, жолыңнан қалма, дейді. Алас адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа. Өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей көңіл сенбейді, дейді. Жылан бұлқан талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, дейді де, түтінге айналып, жоғары көтеріліп сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің, 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз есін қабады, ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайыр болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшікке садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді, депті. Ақылдыларым, бүгін сендерге қазақтың ырым-тыйымынан 7 шелпек туралы аңыз оқып бердім. Сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ендеше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.